Мен 146 мектеп лицейдің 5-ші Б сынып оқушысы Қалдыбекова Раянамын. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапты ерінбей оқып көруге деп Абай Құнанбай атамыз бекер айтпаған. Кітапты көп оқу керек. Менің сүйікті кітабым Кәусар бұлақ кітабы. Кәусар бұлақ кітабында маған қатты ұнаған хикаяттардың бірі Қараторғай хикаяты. Қараторғай хикаяты өте аянышты. Темірланды әкесін тастап кетеді. Ол жетім қалғандықтан оны басқалары нашар семья деп мазақтайды. Оның сол кездері оның үй жағына қараторғайлар ұя салады. Ол қараторғайларға қызғана да қызыға да қарайды. Қараторғайларға қарап отырып, менің әкем тастап кетпегенде, мен де осылай қараторғайлар сияқты бақытты өмір сүруші едім деп армандап отыратын. Бір күні ол анасын қуантқысы келіп, күрестен бірінші орын алып келген кезде, ол өзінің сүйікті қараторғайларының ұясы бұзылып жатқанын көріп, қатты ашуланып, сол бұзған адамды тауып, соны ұрып кетеді. Соны естіген мектеп директоры оны қиын балалар қатарына қосып қояды. Анасы одан самайын баласының уайымдап ауыра бастайды. Бұл хикаятты оқып отырып, көзіңе жас келеді. Ол қараторғайларға қиын балалар несінде болса да қараторғайларға жем беріп отыратын. Маған